Ей пенде, аяғыңның астында жайрап жатқан ақшаның соңында жүріп, жаныңдағы жарыңның, үйіңдегі балаңның, бауыр етің, бауырыңның, өзіңді дүниеге әкелген ата-анаңның, туған туыстың саған деген туыстық ыстық ықыласы мен сүйіспеншілігін аяққа таптап, назарға алмадың. Қолың жетті. Қойның қонышың, банктердегі сейфтерің өмір бойы аңсаған ақшаға толды. Толды да жан-жағына қарадың. Кең далада ақша, жалғыз өзің және тарам-тарам сызат түскен жаралы жүректер жатыр жайрап. Кеше менсінбей, мұрныңды шүйірген досыңның жүрегі бүгін жаралы. Сенің менмендігіңнен оның саған деген достығы жыртық-жыртық болды. Ақшаның соңында жүріп, көңілін қалдырған жаныңдағы жарыңның да саған деген жүрегіндегі пәк сезімнің парша-паршасын шығарғансың. Қайырымсыз, ақша мен дүние мүліктен басқа ешкімді керек етпейтін тас жүрек туыстан көңілі қалып, жарылып, тарам-тарам сызат түскен жаралы жүрек. Қолыңдағы жалғыз бар, ақшаңмен сол көңілдің жыртығын, жүрекке түскен сызаттарды жамамақсың ба? Жама, жасқа. Бірақ сезімдердің бірі де, туысқа деген махаббат, досқа деген махаббат, жаныңдағы жарыңа деген махаббат, ешқашан ақшамен өлшенбек емес. Қалған көңіл сынған шыны. Жаралы жүректерді ақша емес, адал, шынайы сезім мен уақыт қана емдей алады. Ақшаға жүгінбе, жүрегіңде қалған сезімнің жұрнағына жүгінбе. Ақшаға айналып кеткен жүрегіңнің түкпірінде өшуге айналып, бықсып жатқан титтей жылылық болса, сол сезімді ебін тауып жандыра білсең, бәрі қалпына келеді. Жүрек деген сезім ғой. Сезіміме сезіммен кел, болмаса мазалама, деп Мұқан да айтып кеткен. Міне, солай, пенде.